Серияның сұмдығы. 1 бөлім. Осыдан біраз бұрын оқырмандарымнан келген хаттарды ақтарып отырып, мына кейіпкердің жазғанын сақтап қойғанмын. Өйткені басынан өткенді жазғанда, анам мені 12 жасымда сатты дегенді көзім шалып селт еттім. Құдай-ай, 12 жас дегеніңіз бір мүшелге де толмаған бала ғой. Әшейінде әрбір қадамыңды аңдып отыратын полиция қайда, заң қайда деп шошқаным рас еді. Содан жалма-жан парақшасын ашып, жазғаның рас па қарындасым деп сұрадым. Себебі 12 жасар қызын өз анасының күйеуге беруі миыңа қонбайды. Берсе мұқтаждықтан берер, немесе ана байғұстың есі дұрыс емес. Алайда қарындасым жауап бермей жүріп алды. Арадан біраз күн өтті, осы қыздың парақшасын ашып қайта-қайта қарап жүрдім. Күндердің бір күнінде сол қыздан: "Аға, ол айтқаным рас, айтып берсем жазасыз ба?" деген жауап келгенде жүрегім зырқ етті. Қаншама түрлі тағдырлар бар десеңізші. Ананы мынаны жазып жүрген соң маған келетін хаттардың шегі жоқ. Әсіресе аноним чатыма келетін хаттарда сұмдық деңіз. Алайда ол хаттардың сарыны бөлек, былайша айтқанда современный оқиғалар. Жасырып қайтейін, олардың бірінің байы проблема, бірінің қатыны проблема. Олар бір шаңырақтың астында тұратын отбасы емес, олар абузалар. Олардікі жүрді, жатты, сатты дегендей өсек төсек әңгімелер. Шынымды айтсам, ондай әңгімелердің де бірнешеуін жаздым, мұнан кейін жазғым келмейді. Себебі тез тарайтын өтімді әңгіме болғанымен, уақиға сарыны сол баяғы төсектің айналасы. Мысалға гей келін, табикеш дегендер, ондай әңгімелер жазамын десем жетіп жатыр. Бірақ мұндай әңгімелер бір уақытта жарқ еткенімен сенің жазушылық қабілетіңе қайшы. Құрсын осы жігіт төсектен басқаны жазбай ма деп айтатындар да көп шығар. Бірақ мына заманда сондай әңгімелердің оқырмандары көп болатынын есте сақтаған жөн. Қазір тарихи романның ешкімге керек емес. Менің бірден бір арманым Тарбағатайға бару. Азалы көш романын жазып бітіріп, кітап шығару. Осы күні екінің бірі шығарып жатқан кітапты шығаруға менің шамам келмей жүргеніне бірнеше жыл болды. Ендеше азалы көшімді ысырып қойып, мына қыздың уақиғасына келейін. Қарындас, 12 жас деп шатасып тұрған жоқсыз ба? Жоқ аға, шатаспадым. Сіз маған сенбей тұрсыз ба? Дейді. Білсем, біздің елде некеге тұру 18 жастан басталады. Сіздікі қызық екен, деп ойланып қалдым. Аға, мені елде емес, Сирияға апарып сатты. Не дейсің? Иә аға, Сирияға апарып сатты, баяндап берейін, жазасыз ба? Деп сұраған қыз терең тынысын тартты. Болды қарындасым, жаз десең жазамын. Бірақ сен аудио жіберіп өзіңді дәлелде, деген шартымды қойдым. Қыз бейне қоңырау соқты. Құдай-ай, жап-жас өрімдей қыз, қарапайым қазақтың көрікті қызы. Сен қыздың жасың қаншада? 20-дамын аға, жақында 21-ге толамын. Сен қазір Сириядасың ба? Жоқ, келдім ғой. Әрең дегенде қашып келдім. Деп жауап берген қыз сөйлеп жатты. Сонау бала күнім. Есімді білгенімде үйде анам мен әкемнің барын білдім. Олардың әлденеге келіспей өзара дауласып жатқандары да еміс-еміс есімде қалыпты. Алайда олардың айқайы көпке бармады. Әкем мен анам ажырасып тынды. Бұл менің 3 жасқа толған кезім. Бала болсам да әкемнің бөлек кеткенін түсіндім. Осылайша бірде әкемнің қолында болсам, бірде анамның қолында болдым. Арадан күндер өте берді. Ай соңын жылдар жалғастырды. Жасым 6-ға келді.
әне міне мектепке барамын деп басыма бантик байлап жүрген кезім. Бір күні алып кеткен әкем өзінен өзі әңгіме айта бастады. Қызым, сен мені жақсы көресің бе? Я, деп барып мойнын асылдым. Әкем терең тынысын тартып, күрсінгендей болды. Баламын ғой, ештеңе түсіне алар емеспін. Қызым, менен басқа әкең болғанын қалайсың ба? Деп сұрады. Не дейсіз? Қандай әкені айтасыз? Деп таң қалдым. Не дейсіз, әке? Жай, сұрамай-ақ қой. Сұрамай-ақ қой, қызым. Деп тұрып кетті. Сол күні біраз сөйледі, не айтқандары есімде қалмапты. Қалғаны басқа әкеге қыз боласың ба деп сұраған еді. Одан кейін көп өтпеді. Анам үйге бөтен еркектер ертіп келді. Болғым деп үрпие қарап тұрмын. Қызым, сенің әкең енді мына кісі, дейді анам. Менің әкем бар емес пе деп жылап жіберді. Дегенмен маңдайға жазғаны осы екен, анам екінші рет тұрмысқа шығып әкелі болдым. Осыдан кейін өзімнің әкеммен арамыз үзілді. Өйткені анама өкпелеп төбесін көрсетпей кетті. Мен екінші әкеммен қала бердім. Қайда барайын? Ол кісі маған жат болғанымен анамның жақыны. Анам екеуі шүйіркелесіп отыратын кәдімгідей махаббат еді. Бір күні біздің үйде тағы да түсініксіз жағдай болды. Кешкі ас басына келген нағашы әжем айқай салып болып жүр. Қой дегенде қой қызым, мына жолдан қайт, неге түсінбейсің, дейді анама қарап. Анамның қайтқысы жоқ, қарсы шауып болып жүр. Қой енді есіңді жиып осы жерден тоқта, деген әжем мырсылдап барып отыра кетті. Мыналар не үшін ұрысып жатыр? Анасы мен қызы әлдененің үстінде қызыл кеңірдек тартысып жүр. Әже, әже деп аяғын құшақтап етегіне жармасты. Мені көтеріп алған әжем өкіріп жылап берді. Әже, сізге не болды, біреу ұрысты ма? Деймін көзім бақырайып. Әжемнен жауап жоқ. Иегі кемсеңдеп ебіл-дебіл жылап отыр. Қызым, саған соңғы рет айтам, тоқта дегенде тоқта. Мен мұны Алланың жолында қабылдадым, араласпаш мам, дейді менің анам. Құдай тас төбеңнен ұрған екен ғой, деген әжем сол күні ұзақ жылады. Содан көз қарайып қараңғы тартқанда үйіне кетті. Мам, әжем неге жылап кетті? Деп сұрады. Жүрегінде Алласы жоқ адамдар жылай береді, бірақ олардың көз жасын Алла көрмей, қызым, дейді. Алла дейсіз бе? Ол кім? Деппін таңдана қарап. Ол біздің билеушіміз, әлемнің әміршісі, деген анам ұзағынан кетті. Қысқасы, Алланың жолында жаның құрбан, Алла үшін өлсең, төтелей жұмаққа барасың. Жасың жетпей өлсең, шейіт боласың. Анашым, жұмақ деген не? Қызым, кәм, жұмақтың не екенін сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес, дейді. Шейіт деген не? Айтыңызшы, анашым, деп сұрадым. Алланың жолында жан берсең, шейіт боласың. Сонда оңай ғана жұмаққа барасың, түсіндің бе, қызым? Түсіндім, анашым, түсіндім, деп басым дейдім. Анамның сөзінің тоқ етері былай. Жақында Алла үшін сапарға шығамыз. Сонау Сирия деген жерде жандары қиналып жатқан мұсылман бауырлар бар. Соларға көмектесеміз, дейді. Қызық екен. Сирия дейма, ол қай жақта? Біз ол жаққа қашан барамыз? Мен мектепке барам деп шашыма бантик байлап үйреніп жүрсем, бармайтын болғаным ба? Я, бармайтын болғаным. Есесіне Сирияға барамыз. Алланың жолында шейіт боламыз, сосын мамам екеуміз жұмаққа кіреміз. Жұмақта жаныңа керектің бәрі бар. Бастысы, мен жақсы көретін таза өзен бар. Сол өзенге шомылып, Кәусар бұлақтың тәтті суын ішіп, сайран бақты аралаймыз. Ол бақта құстар сайрап тұрады. Мен бұлбұлдың дауысын естігім келеді. Олай болса кеттік, дайынмын. Қиялыммен қыдырып жүріп ұйықтап кеткен екенмін, анам түртіп оятты, көзімді уқалап орнымнан тұрдым. Кәне қызым, үстіңе мыналарды киіп ал, жолға шығамыз, дейді құлағыма сыбырлап. Басымды бұрып терезеден қарадым. Таяқ тастам жер көрінбейтін тастай қараңғы.
Анашым дала қараңғы ғой. Қорықпа, күтіп алатын адамдар бар деп отыра кеткен анам киімдерімді ауыстыра бастады. Анашым, иә қызым, деп сыбырлап сұраған болды. Мынау киім емес қой, көзіме дейін жауып қалды. Қара түсті киім ұнамайды, деп бұртиған болды. Қызым, жайырақ сөйле. Бізді аңдып жүрген болуы мүмкін, деп терезені көрсетті. Ештеңе түсіне алар емеспін. Бір жағынан қорқып барам. Өйткені киімдерімді ауыстырған анам орнынан тұрғанда қабырғаға ілінген айнаға қарады. Құдай сақтасын, мынау мен бе? Жіпсиген екі көзімнен басқа ештеңе көрінбейді. Кішкентай ғана қап-қара құбыжық сияқтымын. Анашым, мен мынаны кимеймін, қорқынышты, деп басымдағы орамалды жұлып алдым. Анам жалт қарады. Сен қыз жұмаққа барғың келе ме? Иә, барғым келеді, көргім келеді. Олай болса басыңды жап, бір тал шашың көрінсе, жұмаққа бармайсың. Кәне қызым, мынаны ки, деп зіркілдеп сөйлеген анам еденде тұрған ала сөмкені көтерді. Кеттік. Кетсек кеттік, деп бүркеніп алып соңынан ердім. Анам үй ішінің жарығын сөндіріп есікке жетті. Одан сырттан құлыптап сөмкесін арқалады. Айнала тастай қараңғы. Ауыл ішінде өлі тыныштық орнаған. Анда-санда арсалаңдап үретін иттердің де үндері өшкен. Оқтын-оқтын шырылдаған шегірткелердің дауыстары шығады. Анам екеуміз қара түнді қақ жарып жортып келеміз. Ауыр сөмке белін ауыртса керек, тоқтай қалған анам жерге қоя салып ақтара бастады. Мам, не іздеп жатырсыз, деп сұрадым. Қызым, түнгі дыбыс қатты шығады, дейді. Төбесіне төріп аңтарылып тұрмын. Баламын ғой. Ешкім көрмей тұрғанда шығып кетсекші деймін. Анамның жасырын түрде суыт жүрісінен қашып бара жатқанымызды байқадым. Егер құтылып кетсек, Сирияға барамыз. Одан әріде жайлы жұмақ бар. Онда жүріп өлсең, жұмақ қайда? Ол жақтан тым жақын, қол созым жерде. Ендеше сонда барып өлу керек. Сөмкесін ақтарған анам қап-қара орамал шығарып жерге жая салды. Анашым, мұны не істейсіз? Не істейтінді қазір көресің, деген анам күйбеңдей берді. Тесіле қарап тұрдым. Жайылған орамалдың үстіне ауыр сөмкені қойған анам, көрдің бе қызым, енді өзіміз сияқты сөмкеміз де көрінбейді, деп түйіп жіберді. Иығына салды, қатарласып жүріп кеттік. Анам өте жылдам болады, 30-ға толмаған жас келіншек. Оның үстіне зерек, ақылды еді. Қытайдың ала сөмкесі қараңғыда көрінбесін деп қар орамалмен орап алды. Әйтпесе иығындағы ағараңдаған сөмке белгі бергендей көрінеді. Осылайша айдалада қоңыр кебін ішінде құр отау дегендей жүріп отырдық. Бір қызығы, жолмен жүрмей қуыс көшелерді қуып отырдық. Аяғым талып әрең келем. Алайда Алланың жолында жанымыз құрбан деп қайта-қайта сыбырлаған анам қолымнан сүйреп кетіп барады. Тоқтар емес. Анашым, тоқтап демалайықшы, деп ыңырси бастады. Тоқтауға болмайды. Көлікке жеткенде демаласын, деген анам тоқтамай жүре берді. Не деген жаны сірі келіншек десеңші. Иығындағы зілді сөмкені елемей кетіп барады. Мен тобығыма түсетін ұзын көйлектен жүре алмай келем. Одан әрі көп жүрмедік. Шұбатылған етегімді басып, домалап түскенде шыр еттім. Сөмкесін тастай салған анам жетіп келіп көтеріп алды. Мам, үйге қайтайықшы, деп қорсылдап тұрмын. Қайтуға болмайды, деп ескерткен анам иығына сөмкесін салды. Бұл Аллаға деген сенімнен туған күш. Күш болғанда қарапайым емес, қара күш. 30-дағы келіншектің бір иығында ауыр сөмке, құшағында 6 жасар қызы бар, желіп барады. Менің тізем қанап жатыр, ашып барады, деп жұлқына бастадым. Шыда қызым, шыда, аз қалды, деп елейтін емес. Мен сізбен бармайым, жіберіңіз, деп бақырып жылап бердім. Осы кезде қуыс көшенің басынан әлде біреулер тұра жүгірді. Анам мені көтеріп тұста тұрған есікке жүгірді. Одан қоя салып сөмкесін әкеліп қорған ішінде отыра қалды. Ал жүгіріп жеткен адамдар кәне қайда кетті деп сұрап жан-жақтан іздей бастады. Қорыққанымнан дымымды шығармай бүкшиіп отырдым. Газды оқтың жарығын жаққан бір адам келіп қорғаннан үңілді. Дымыңды шығарушы болма. Бетімді басып етпетімнен жатырмын. Бейтаныс адам мойнын созып қайта-қайта қарай берді. Басымды бұрып әкеткенде
Анамды көрдім. Қолын сөмкесіне салып жатты. Одан жүзі жылтыраған пышақ шығарып, орнынан тұра берді. Анамның қолындағы жалаңдаған пышақты көргенде шыңғырып жібердім. Жылаған даусын естіген адамдар, олар мына жерде деп бір-біріне айқайлап жинала бастады. Қане, қайда олар дейді бірінің үстіне бірі ентелеп. Өзім домалап жатып, таныс адамның даусын естігенде сап тыйылып басымды көтердім. Мынау менің ағам ғой деймін жан-жағыма қарап. Бұл кісі анамның анасының туған інісі. Менің нағашым еді. Өзі сондай жақсы адам. Үйіне барсам, жиен қыз келді деп балмұздақ беріп еркелетіп отырады. Түн қараңғысында сол ағамды көргенде қуансам керек. Талғат аға, біз мұндамыз деп айқай салдым. Алайда олар мені анамның қолынан ала алмады. Ұлтарақтай пышағын әр еркекке бір көрсеткен анам оңайлықпен берілмей, қит еткенге пышақ сілтеп айқайлап әлек. Түн ішіндегі осы дауысқа үй иесі шығып абыр-сабыр басталды. Әй, бұлар кімдер, әй, қайсың бұл? Біздер жақ апан, топан. Мені анамның қолынан ала алмаған 4 еркек айнала қашып тентіреп жүр. Шал, әй, шал, бері шық. Ауламызға мастар кіріп кеткен. Кәрі кемпір екінші рет айтып жақындай берді. Мені кеудемнен қысып ұстап алған анам шегіне берді. Әй, сен нашарсың ба? Қызыңды ертіп қайда жүрсің? Кемпір әйел екенімізді киімімізден таныса керек, еркектерге қарап айқай салды. Ой, жау алғыр, алқаш шындылар, бір қатын мен қызды сонша қуып, не болды сендерге? Дейді. Онысына топ ішінен жауап алды. Әже, бұл менің қарындасым, мен мұның ағасымын. Бізден қашып, сіздің қорғанға кіріп кетті. Осы кезде үйдің есігі ашылып, жарық сәулесі түсті. Отымды сәтті пайдаланған ағам ұрын келіп, мамамды қапсыра құшақтап алды. Әй, жібер келіншекті. Иегі кемсеңдеген кемпір шәң кетті. Әже, араласпаңыз, айттым ғой, бұл менің қарындасым. Жетіп келген ағамның досы мені көтеріп алды. Жиен ағам мамамды көтеріп қаша жөнелді. Біз соңынан ердік. Әй, мына жүгірмектерді жұмырған бәй, деп шәңкілдеген кемпірмен шал қала берді. Жын емес әже, бұл қызды дін ұрған, дін. Ойбай, көтек, не дейді? Әй, шал, қайдасың? Мыналарға милиция шақырайық. Кетті, әні қызды сүйреп қашты, баланы да алып кетті, деген кемпір бісмілләсін айтып жатты. Сол күні бізді ұстап алған ағам үйге қамады. Одан таң атпай өкпесі ырсылдап нағашы әжем жетті. Сен қызға сөз жоғын екен, қайда барасың? Анамда үн жоқ, басын бұғып бүкшиіп отыр. Саған айтам, қаңғып, қайда барасың? Айт, қане, айт, деп айқайлаған әжем екінші рет сұрады. Анам бәрібір ештеңе айтпады. Жауап болмайтынын түсінгенде еденде тұрған сөмкені далаға шығарған әжем оттық тигізіп өртеп жіберді. Мен сені Сирияға барып өлсін деп тудым ба? Ақмақ қыз, ол елде соғыс болып жатыр, өлігіңді таппай қаламыз, дейді. Мен бәрібір кетем, деген анам күңк етті. Бетің кесілсін сенің, деп ашуланған әжем бүйрек тұсынан бір тепті. Әуре болма, өлтірсең де кетем, деп қайталады анам. Кеткеніңді көрейін, деген әжем біздің үйде жатып алды. Арадан 1 жыл тағы өтті. Анам босанып алды. Әжем сол күннен бастап біздің үйді аңдумен жүрді. Дегенмен қолында телефоны бар анам бәрібір жолын тапты. Бір күні үй ішінде әңгіме болды. Көрші ауылдағы бір кемпір қайтыпты. Ертең жаназасы дейді. Бармасам ұят, көз көрген кісі, деген әжем сонда тартты. Анам осы сәтті ұтымды пайдаланды. Көкеме қоңырау соғып, жөн сұрады. Айта кетейін, әкем бөлек, көкем бөлек. Әкем ол менің өзімнің әкем. Көкем дегенім өгей әкем, яғни анамның екінші отауы. Мұның сұмдығы сол, көкемде діндар еді. Жалпы өзімнің әкемнің де, одан көкемнің де діндар болуы менің тағдырымды тас-талқан етті. Осы жағын басынан бастап айтып берейін. Анам қыз күнінде менің әкеме өлердей ғашық болыпты. Жоғарыда айтқанымдай ол кісі діндар еді. Анам ол кезде шалбармен, юбка кофтамен жүретін әдемі қыз болған. Қысқасы әкем оған шарт қояды, намаз оқып оранып жүрсең алам дейді. Еркекке басы кеткені сонша анам намазға жығылып тас бүркеніп оранып алады. Әкем сонда сөзінде тұрып әйелдікке алады. Осылайша бақытты күндер басталады. Алайда
Сүйіп қосылған еркегімен 4 жыл ғана тұрады. Әкем басқа елге үйленіп, анам далада қалады. Сөйтіп жүріп, мына көкеме жолығып, 2-ші рет тұрмысқа шығады. Бұл кісі қысқа балақ, жүнді барақ азамат, батыс жақтан. Анамнан біраз жасқа үлкендігі де бар. Серия жайлы әңгіме осы адамнан шығады. Қалғанның бәрі анам айтқандай. Сериядағы мұсылмандарға көмектесіп шейіт болсақ, жәннатқа барамыз, жер бетінде жұмақ жоқ. Сол күні әжем кеткеннен әлдебіреуге қоңырау соққан анам сөйлесе бастады. Жасым 7-ге келген кезде естіп отырдым. Бір түнде мүмкіндік болады, билет дайын ба? Деп сұрады анам. Көкемнің не айтқанын білмеймін. Қуанып кеткен анам телефонын тастай салып сіңлімді көтеріп алды. Бұл қызбен анамыз бір, әкеміз басқа. Бұл қыз көкемнен туған қыз. Қызым, бүгін түнде жол жүреміз деді. Сыбырлаған анамның жүзінде қуаныштың белгісі тұрды. Қайда барамыз деп сұрадым. Сирияға барамыз. Ешкімге айтпа. Ешкімге айтпа, қызым, деп ернін басты. Анашым, әжем тағы ұрсады ғой деп жыламсыраған болды. Әжең білмей қалады. Ол келем дегенше біз Сирияға жетіп аламыз, дейді жұбатып отырып. Олай болса жақын екен ғой деймін, қорс-қорс етіп. Я, қызым, жап-жақын, билетімізді алып береді, ұшақпен барамыз деп күйбеңдеп кетті. Мен соңынан еріп болып жүрмін. Анам жолда жейтін тәттілерді айдынаған болды. Анашым, Айшаны қайтеміз деп құндақта жатқан сіңлімді көрсеттім. Мұны да ала кетеміз деп басынан сипап қойды. Осыдан кейін үй ішінде жүгіріс басталды. Шатырға шыққан анам жасырып қойған киімдерін әкелді. Шатырға қоймасқа амалы жоқ. Әжем көрсе өртеп жібереме деп қорқады. Осылайша 2 сағатта тас түйін дайын отырдық. Анам қайта-қайта телефонына үңіліп әлек болды. Көзім ілінген екен, анамның тұр қызым, кеттік деген даусынан ояндым. Бір түні бәрі ойдағыдай болды. Сөмкесін иығына асқан анама біреу келіп көмектесіп жатты. Мына адам кім деп қарай бердім. Қане тездесіңдер, ұшаққа үлгермей қаласыңдар деп әлгі адам анама сөйледі. Сонда ғана таныдым. Бұл менің көкем еді. Есік алдына көлігін қойыпты, өзі анама көмектесіп болысып жүр. Көке, қайда барамыз? Оны мамаңның өзі айтады, деп қолымнан жетектеп көлігіне апарды. Есікке құлып салған анам құндақтаулы сіңлімді көтеріп көлікке отырғанда жүріп кеттік. Билетті Қырғыздан алдым, бізден табылмады, деген көкем анамның қолына қағаздар берді. Таң бозарғанда қазақ-қырғыз шекарасына жеттік. Көкем бізді өткізіп тастап өзі қала берді. Әрі қарай басқа адамдар әкетті. Одан әрі Бішкекке жетіп ұшаққа отырдық. Қанша ұшқанымыз есімде жоқ, әйтеуір біраз уақытта қазіргі Түркияның Анталия деген қаласына қондық. Алдымызда Сирия, қызым, дейді анашым. Қайда деп терезеге ұмтылдым. Қарамай-ақ қой, ол бұл әлі Түркия, Сирияға енді барамыз дейді. Анашым, Сирия деген не? Адам ба, қала ма? деп сұрадым. Анам оның мемлекет екенін, біз сондағы батырларға көмектесу үшін бара жатқанымызды қайталап өтті. Сонда қандай көмек береміз деп тағы сұрадым. Қолымыздан қандай көмек келеді, бәрін береміз. Ұмытпа, қызым, біз мұны ұлық Алла үшін жасаймыз, дейді. Сол қаланың шетіндегі ескі үйде бір апта тұрдық. Жан-жақтан адамдар жинала бастады. Олардың арасында Қазақстаннан барған қазақтар да болды. Осы аптада бір автобус адам жиналды. Қане, жолға керек нәрселеріңді алыңдар, кетеміз деп бұйрық берді аузы басын жүн басқан бір адам. Адамдар шығып автобусқа беттеді. Сонда біз тұрған үйден бірнеше адам шығып автобусқа отырғанда көліктің толып кеткенін көрді. 1, 2, 3, 42. Санап шыққан адам сырттағы кісіге айқай салды. 42 адам, дұрыс па, мунафих? Дұрыс. Я, бүгінге 42 адам, ертең 3 рейс жасайсың. Келіп жатқан адам көп. Ақшалары төленген бе? Деп сұраған жүргізуші барып рөлге отырды. Аңыранған автобус қозғала берді. Қаланың ішінен өтіп алаңға жеткенде кеш болды. Одан әрі шекараға жеткенде қою қараңғы болды. Келдік, осы жерден өтесіңдер, дейді бастап барған бір адам. Топырласып автобустан түстік.
жол көрсетуші жүріп отырды. Біз соңынан ердік. Өзімнен 3-4 жас үлкен қыз маған жақындай берді. Қайдан келдің? Дейді. Қазақстаннан келдім дедім. Анам солай айт деп тапсырып қойған. Деп таңдана қараған қыз. Қайда барасың? Деп тағы сұрады. Сирияға барамыз деп сыбырладым. Қыз тағы да мойнын созды. Осы жақта кімнің үйіне барасың? Дейді. Сирияның үйіне барамыз. Әне, анам бар, сіңілім бар деп айтып жатырмын. Сен ол жаққа барма. Білесің бе, ол жақта соғыс болып жатыр. Одан да менімен жүр. Менің жанымда қалсаң, түкте қауіп жоқ. Дейді. Жоқ, әпке, мен сізбен қалмайым. Біз Алланың жолында бара жатырмыз. Біздің сыбырласып сөйлескенімізді байқаған жол көрсетуші әлгі қызға жақындап келіп, сонша пышырласып не бол? Біз бұлардың ақшасын төледік. Сен қыз, қараңды батыр бұл жерде. Деп зіркілдеп ұрса бастады. Сонда маған қазақшалап сөйлеп, өкінесің сіңлім, ертең-ақ өкінесің деген қыз топтың соңында қала берді. Біз сым тартылған шекараға жеттік. Анадай жерде қару асынған әскерилер тұр. Аузым ашылып сымның астынан өтіп жатқандарға қарап тұрдым. Барма, қашып кет деген дауыс шығып артыма қарасам, әлгі қыз тұр. Барма ол жаққа, одан да менің пәтеріме жүр, екеуміз ғана тұрамыз, дейді. Сөйтіп тұрғанда анамның кезегі келді. Оның соңынан мен ердім. Сымның астынан жер бауырлап жатып өтіп барамыз. Сендерге анау солдаттар оқ атады, көресің деген қыз бергі жақта қала берді. Мен қарсы жаққа шығып алдым. Бізді әкелген жол көрсетуші қала берді. Басқа адамның соңынан ердік. Әрі қарай ұшы қиыры жоқ жүгері алқабына жеттік. Алайда біз ол жерден өте алмадық. Қыз айтқандай арттағы әскерлер оқ ата бастады. Одан алдымыздан оқ атқандар шықты. Осылайша екі жақ қан майдан жасады. Сол түні екі жақтың не үшін атысып жатқандарын түсінбеген едім. Оны кейін білдім. Соны айтып берейін. Біз сонда Сирия мен Түркияның шекарасынан заңсыз өттік. Түрік әскерлері ақша алған соң үндемей өткізіп жіберді. Бірақ Сирия жеріне жеткенде соңынан оқ атады. Мұныңыз біздің елдегідей жұмыс жасап жатырмыз дегенмен бірдей әңгіме. Олар өздері өткізген адамдардың бірнешеуін атып тастап, жоғары жаққа баяндама жасайды. Ал алдымыздан оқ атқандар Сирия содырлары. Біз оларға енді барамыз. Олар оқ атып, көзіңнің отын алып қойып, қатарына қосады. Мұндайда қашып кет алмайсың. Артыңда түрік әскері, алдыңда Сирия содырлары тұр. Сол түнгі егіс алқабында бейкүнә 3 адам оққа ұшып кете барды. Оның бірін өз көзіммен көрдім. Қатар отырған бойұзындау келіншек деп барып шалқалай құлағанда маңдайынан қап-қара қан атып шықты. Оны көргенде бір топ адам тұра қашты. Мен белшеден келетін балшық батпаққа батып бара жаттым. Бірінші бөлімнің соңы. Авторы Ғани Бейсен. Оқыған Нұрлыгүл Өтемісқызы.